Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бауыр салатын дайындаймыз, яғни бауырдан жасалатын салат. Сіздермен Әйгерім Шынтемірқызы. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті ингредиенттер бауыр, 1 сәбіз, 2 пияз, сүт, 1 жұмыртқа, ұн, тұз дәміне қарай және майонез. Ең бірінші біз бауырды ұзынша етіп турап аламыз. Міндетті түрде бауырды жақсылап туып аламыз. Одан кейін бауырды осылай бірнеше бөліктерге бөліп, ұзынша етіп тураймыз. Қатты жұқа, қатты қалың болып кетпеуі керек. Біздің салатымызда өте әдемі көрініп тұру үшін. Бұл өте тойымды салат болады. Кешкі асқа, немесе обедтігі асқа осы салатты ғана дайындап қойсаңыздар болады. Яғни бұл тамақ ретінде өте тойымды болады. Жалпы бұдан бөлек бауырды қайнатып жасасаңыздар да болады. Яғни ең бірінші біз бауырды жақсылап жуып, суға қайнатып аламыз, дәміне қарай тұз салып, одан кейін барып ұзынша етіп турасаңыздар да болады. Ал енді бауырды турап болғаннан кейін пиязды тураймыз. Пиязды ұзынша етіп, өте жұқа етіп тураймыз. Видеода анық көрініп тұр. Пиязды міндетті түрде алдын ала ашып аласыздар. Жақсылап жуып, осылай ұзынша етіп турайсыздар. Ал енді біз пиязды турап болғаннан кейін сәбізді теркадан өткіземіз. Ұзынша етіп өткізуіміз тиіс. Егер жұқа етіп өткізсек, біз қазір қуырған кезде олар күйіп кетеді. Сол себепті ұзын-ұзын етіп өткіземіз. Осылай барлығын теркадан өткізіп турап болғаннан кейін табаға майымызды құйып, оттың астына қаттыға қойып, бірінші бауырымызды қуырып аламыз. Дәміне қарай аздаған тұз салсаңыздар да болады. Мінекей осылай жақсылап қуырып аламыз. Бауыр аппақ түске енуі керек, яғни жақсылап қуырылуы керек. Қуырып болғаннан кейін оны бөлек бір ыдысқа салып қоямыз. Ал енді бауырымызды қуырып болдық. Енді пиязды және сәбізді бірге қосып қуырамыз. Алдымен майды құйып қыздырып аламыз. Одан кейін пияз бен сәбізді бірге саламыз. Және жақсылап пияз бен сәбізімізді өлгенше қуырамыз. Дәміне қарай аздаған тұз салсаңыздар да болады. Осылай барлығын қуырып дайындап болғаннан кейін біз құймағымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, сүт, ұн және дәміне қарай тұз керек болады. Бірінші ыдысымызға жұмыртқаны саламыз, одан кейін сүтімізді құямыз. Аздаған дәміне қарай тұз саламыз және 1 қасық ас қасықпен ұн саламыз. Енді жақсылап венчикпен араластырамыз. Ұн біркелкі массаға ену керек. Бізде сұйық консистенция пайда болады. Міндетті түрде венчикпен араластырыңыздар. Қасықпен араластырсаңыздар, ұн түйіршік болып қалып кетеді. Болмаса, миксермен араластырсаңыздар да болады. Міне осындай сұйық консистенция пайда болады.
Ал енді осы сұйық консистенциямызды қимақ сияқты қылып пісіріп аламыз. Негізі қимақтың ыдысында пісірген өте ыңғайлы. Ал егер қимақтың ыдысы болмаса, осылай табада пісірсеңіздер болады, сковородкада пісірсеңіздер болады. Міне осылай қимақтар пайда болады. Жан-жағын осылай ашып аламыз. Сөйтіп келесі бетін аударамыз. Оттың астын қаттыға қоймаймыз, орташа болуы керек. Міндетті түрде, өйткені бұл тез пісіп қалады. Ал енді қимақтарымызды дайындап болғаннан кейін барлығын бір ыдысқа саламыз. Яғни қуырылған бауырды, қуырылған пияз бен сәбізді және құймақты. Пісірген құймағымызды ұзынша етіп турап аламыз, орап тураймыз. Осылай ұзынша етіп тураймыз. Егер де қатты ұзын болып кетіп жатса, онда оны ортасынан бөліп турасаңыздар да болады. Ал енді барлығын дайындап болғаннан кейін үстіне майонезімізді саламыз. Бұл салатқа майонез өте көп мөлшерде керек. Бұл салат осы майонезімен өте дәмдірек болады, егер майонезі көбірек болса. Осылай жақсылап араластырамыз. Ал енді біздің салатымыз дайын болды. Ыдысқа ұсынып, яғни тарелкаға салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте тойымды салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болады. Бауырды ұнатпайтын кісілерде бұл салатты жегеннен кейін бауырды өте қатты ұнатып кетеді. Сіздер де жасап бағасын беріңіздер. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Подписаться батырмасын басуды да ұмытпаңыздар. Менің видеоларымды үнемі бақылағыларыңыз келсе, қоңыраушаны басып алыңыздар. Рахмет.